Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өзім заказға дайындайтын оригинал рецептпен бөліскім келіп отыр. Және ол ванильный капкейки. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және де осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Дәл осындай жұмсақ капкейк пісіретін боламыз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз. Осылай құрғақ ингредиенттарды жинап аламыз. Оған разрыхлителімізді қосамыз, ванилинді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлме температурасындағы сары майымызға қантты қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін 2 жұмыртқамызды бір-бірден салып араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін оған тұз себеміз. Енді бұған құрғақ ингредиенттарымызды 2 қасық салып отырып, үстіне сүтпен араластырып отырып саламыз. Ұнымызды саламыз. Енді сүтімізді құямыз. Осылай кезектен кезек салып араластырамыз. Сол кезде сіздердің тесталарыңыз воздушный болып шығады. Бәрін бірден салып жүрмеңіздер. Жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай қоймалжың болып шығуы керек. Енді арнайы осындай ыдыстарға құйып аламыз тестамызды. Ортадан төмен қылып құйсаңыздар, ол тасып кетпейді. Осы рецептің мөлшерлерін описание бөлімінен көрсеңіздер болады. Яғни бұл 12 дана капкейкке шақталған рецепт. Қалауларыңызша көбейтуге болады. Дәл осы видеодағындай құйып аламыздағы пешке жібереміз. Міне осындай жұмсақ капкейктер бізде пісіп шықты. Енді бұған арнайы дайындалған кремімізбен әрлейтін боламыз. Кремнің рецептін менің видеоларымыздан көрсеңіздер болады. Кремнің түсін қалауларыңызша өзгертуге болады. Міне осындай қылдырып, әдемілеп үстіне әрлейтін боламыз. Енді қалауларыңызша присыпка себуге болады. Міне осындай әдемі оригинал капкейктер дайын болды. Менің рецептіме жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осындай өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар достар.